Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі тойымды салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Салатқа керекті заттарымыз 5 жұмыртқа, 2 қияр, 2 қызанақ, салат жапырағы, банкадағы жүгері, майонез және татымына қарай тұз қосатын боламын. Салатымызға қосатын жұмыртқамызды, қызанағымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты немесе ұсақтап өз қалауларыңыз бойынша туралсаңыздар болады. Құрметті көрермен, каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Қиярымызды да осылай видеода көрсетілгендей артық жерлерін кесіп, егер қаласаңыздар қабығын ашымай да турауға болады. Мен бұл жерде сәндік үшін осылай әр жерінен ашып, әдемілеп, ұсақтап турадым. Салат жапырағын жақсылап барынша мұқият тазалап жуып аламыз. Және осы видеода көрсетілгендей қатты жерлерін, яғни артық жерлерін бәрін кесіп, ұсақтап тураймыз. Байқағандарыңыздай, бұл салаттың жасалу жолы өте оңай және жылдың кез келген мезгілінде жасап жеуге қолайлы салат. Құрамы да қолжетімді. Салатқа 150 грамм жүгеріні және татымына қарай тұз қосамыз. 2 ас қасық майонезімізді қосып, салатты жақсылап араластыратын боламыз. Қалауларыңыз бойынша майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Бұл салатты кез келген қонақтың алдына ұялмай ұсына берсеңіз де болады. Сіздерге ас болсын.